Бұл сабақта Python тіліндегі салыстыру операторларымен танысайық. Бұл операторларды біз мәндерді салыстыру үшін қолданамыз. Келесі мысалды қарастырайық. Егер температура 30-дан жоғары болса, бүгінгі күн ыстық хабарламасын, әйтпесе, бүгінгі күн ыстық емес хабарламасын экран бетіне шығаруымыз керек. Ол үшін біріншіден бізге температура айнымалысы керек. Оның ішіне 30 мәнін сақтап алайық. Енді шартымызды жазамыз. Егер темп 30-дан жоғары болатын болса, онда экран бетіне бүгінгі күн ыстық хабарламасын шығарамыз. Әйтпесе экран бетіне бүгінгі күн ыстық емес хабарламасын шығарамыз. Сонымен run батырмасын басатын болсақ, бізге else бөлімі орындалып тұр. Яғни бүгінгі күн ыстық емес хабарламасы шығып тұр. Неліктен дейтін болсаңыздар, 30 мәні айнымалыда орналасқан, 30 мәнінен үлкен емес, сондықтан біздің шарт орындалып тұрған жоқ. Шарттың әйтпесе бөлімі орындалып тұр. Бұл бізде үлкен салыстыру операторы. Бізде сонымен қатар кіші салыстыру операторы бар. Сондай-ақ бізде үлкен немесе тең, сонымен қатар кіші немесе тең, болмаса теңдікті тексеру, яғни температура 30-ға тең ба деген сұраққа жауап беру үшін біз екі тең символын қолдануымыз керек. Сонымен ең соңғы салыстыру операторы ол тең емес, яғни леп белгісі және тең символы арқылы біз температура мәні 30-ға тең емес екендігін тексере аламыз. Тағы да run батырмасын басатын болсақ, бүгінгі күн ыстық емес хабарламасы экран бетіне шығып тұр, өйткені температура 30-ға тең болып тұр, ал бізге шарт бойынша бұл мәндер тең болмау керек, сондықтан біз else бөлімін қайтадан орындап тұрмыз. Сонымен есептің шарты бойынша температура 30-дан жоғары болатын болса, ыстық күн шығу керек. Енді біз 31 мәнін беретін болсақ, және run батырмасы экран бетіне бүгінгі күн ыстық хабарламасын шығардық.